нағыз имамға қандай сипаттар сай келеді? Әрине имамды былай халық жоғары бағалайды ғой. Негізінде имамның бойына бір кішігірім қателіктер көріп жатса, оны бір көрсетіп жариялап жатады кей кезде әлеуметтік желілерде. Енді әрине дінге қатысты адамдардың көзқарастары әртүрлі ғой. Бір нәрсеге тоқталғым келіп отыр да қазір. Қарап отырсақ, енді ол тіпті исламды кейбір мұсылмандардың әрекеттерін көрсетіп, қазір енді ислам бөлек, мұсылмандар бөлек. Сол нәрсені білуіміз керек та жалпы. Ислам ол кіршіксіз, таза, ешқандай не жоқ, кемшілік жоқ ислам дінде. Кемшілік бізде бар. Имамдық жайында айтып жатсыз ғой, имамдыққа әрине көптеген қасиеттер керек. Әрине ол біріншіден адам, сен имам болғаннан кейін, имам деген сөз алды деген сөз, топтың алды деген сөз. Мәселен, ол жерде қанша ол жерде алды болды, не нәрседен алды болу керек? Діни білім жағынан болсын, сіз алды болу керексіз. Яғни ол қандай да бір діни мәселесінде, діни болсын, өмірлік мәселеде де, тек қана діни сұрақтарда емес, өмірлік мәселеде де сіз сұрақ берген кезде жауап бере алу керексіз. Ол бір діни, рухани адам ғой негізінде. Өйткені сіз дінді оқығаннан кейін, пайғамбарымыздың хадистерін оқығаннан кейін, ол тек қана Құран, хадис, ол аяттар жеткіліксіз, жан жақты осы біздің осы заманға дейінгі қаншама ұлыларымыз өткен, солардың бәрін өмір жолын оқып, соны сіңіріп, яғни анализ жасап, адамдарға тиісінше, ол рухани дәрігер болу керек қой, бір сөзбен айтқан кезде. Қоғамдағы әртүрлі келеңсіздіктер бар ғой. Енді қазір қарап отырсақ, таза бір экономика, таза білім ғана қазір қоғамға жеткіліксіз деп ойлаймын. Сонымен қатар руханиятты болу керек.